Армысыздар, Қазақстан жұртшылығы. Бүгін көзі тірі болғанда КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, әйгілі ұстаз, педагогика метрі Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева 75 жасқа толған болар еді. Мен аяулы ұстаздың шәкірті ретінде болмаса, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ орыс филология және журналистика кафедрасының меңгерушісі ретінде де сөз сөйлемеу қалмауым әсте мүмкін емес еді. Өйткені менің ұстаздық жолға, ғылым жолына түсуіме игі жаңағы ықпалы болған аяулы ұстазым осы Қанипа Омарғалиқызы болатын. Ұстазбен менің алғашқы жүздесуім Өскемен қаласындағы Жамбыл атындағы мектеп-интернатының қабырғасында өтті. Дәлірек айтқанда, 1 қыркүйектегі алғашқы қоңырауға арналған шара үстінде болды. Одан кейінгі жылдарда мектеп тәмамдағаннан кейін мен жаңағы аяулы ұстаздың бағыттауымен Қарағанды қаласындағы Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетіне қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша оқуға түстім. Кейін оны бітіріп келгеннен кейін ұстаздың ықпалымен қазіргі өзім қызмет етіп келе жатқан Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне жұмысқа орналастым. 93 жылы алғаш рет қазақ әдебиеті кафедрасы ашылды. Оның алдында жаңа қазақ филологиясы бөлімі 89 жылдар жаңағы құрылған болатын. 93 жылдары дербес жаңағы жеке бөлім бөлініп шықты. Енді Қанипа Омарғалиқызының біздің жаңағы Сәрсен Аманжолов атындағы университеттерінде жаңа педагогикалық қызметі тікелей байланысты болды. Сол жаңа қазақ әдебиеті кафедрасы алғаш ашылған жылдарда Қанипа Омарғалиқызы жаңағы еліміздің әйгілі мықты филологиялық мектептерімен байланыстар орнатып, біздің жас оқытушылардың жаңағы ғылыми потенциалының өсуіне көп күш жұмсады. Сол кісінің жаңағы зор еңбегінің арқасында кафедраның жас оқытушылары ізденуші ретінде, аспирант ретінде Алматының Әл-Фараби атындағы жаңағы ұлттық университеттің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының жаңағы аспирантураларына оқуға түсіп, болмашы ізденуші ретінде жаңағы жұмыстар атқарып, кейіннен жаңағы кандидаттық диссертациялар қорғап, кафедраның ғылыми потенциалының молаюына жаңағы әсер етті. Ұстазымыздың осы жаңағы еңбегі университетімізде де айрықша елен жаңағы бағаланып отырады. Қазір жаңағы өзіміз орналасқан 9-шы жаңағы оқу корпусында ұстаз атындағы үлкен жаңағы кабинет жаңағы аудитория бар. Сонымен қатар ректорымыз Мұхтар Әділбекұлы Төлегеннің жаңағы қолдауымен Омарғалиқызы Бітібаева атындағы жаңағы білім гранты жаңағы тағайындалған. Ұстаз есімі аяулы, педагог есімі жаңағы шәкірттері тұрған кезде, ол кісінің жаңағы әріптес іні қарындастары, үзеңгілес жаңағы ымыралас педагогтар тұрған кезде мәңгі жасайды деп біз жаңағы ойлаймыз. Ол кісінің қазіргі жаңағы атаулы мектептерлі Қазақстанның түкпір-түкпірінде жаңағы бар, ол кісінің атындағы түрлі жаңағы орталықтар жаңағы құрылған. Сондықтан ұстаз ілімі әрқашан жаңағы өміршеңдігін жоймайды. Өйткені қазіргі таңдағы педагогикадағы апай қалыптастырып кеткен инновациялық жаңағы технологиялар ол жаңағы ауадай қажет. Сөзімді қорытындылай келе, апайдың бүгінгі жаңағы туған күніне орай мен өзімнің жаңағы шәкірт ретіндегі апай жайлы бір пікірімді өлең сөзіммен жаңағы өрнектесем деп отырмын. Апай жайлы жазылған бір жаңағы өлеңімді оқып беруге рұқсат етіңіздер. Хан апа рухына. Мың тағызым білімнің падишасы, басын иген қазақтың кәрі жасы, өзің сепкен дәнегің бұл күндері, мәуелі баққа айналған алтын басы, адамдық диханшысы өзің едің, алдынан жас шәкірттің кезігетін, даламда сап түзейді мың-сан шәкірт, өскендей бейне бір бітік егін, абайға ғашық еттің нәсіліңді, бір жанға ынтық еттің есілінді, мұқтар деп ойға шомған шәкірттерің, зорайтар Ханападай есіміңді, қазақтың асқақтаттың бойын биік, Алтайдан Аризонға қолың тиіп, қаныштай қалқыңды қойдың биік, қайда жүрсең елімде құшып сүйіп, мың тағызым білімнің майталманы, зор арманың қазақтың жайқалғаны, бүгін қалқың өзіңді хан көтерді, Ханапа деп ардақтап жайсаң жанды. Сау сәлемет болыңыздар.